Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сөйлеу тілі бұзылыстарын анықтау, диагностиканың сипаттамасы. Дәрістің жоспары: сөйлеу тілі бұзылыстарын анықтау, диагностиканың сипаттамасы, диагностикалаудың мақсаты мен міндеттері, анамнез жинау. Сөйлеу тілі бұзылыстары бар балалар түзету жұмыстарын қажет етеді. Оның тиімділігі сөйлеу тілі бұзылысын және оның құрамындағы компоненттері бұзылыстарының күрделілігін логопедтің дұрыс анықтауына байланысты. Логопедиялық тексеру кешенділік, жан-жақтылық, жүйелілік, динамикалық сияқты қағидаларға сүйеніп жасалады. Аталған қағидаларға сүйену арқылы балада бар сөйлеу тіл бұзылыстарын дұрыс топтастыру және түзетуге арналған тәсілдерді, қолайлы жолдарды белгілеуге, қол жеткізуге болады. Тексеру түрлері екі түрге бөлінеді. Жол-жөнекей тексеру, толық тексеру деп аталады. Жол-жөнекей тексеру ол топта, сыныпта жол-жөнекей өткізіледі, ал толық тексеру ол жеке, тереңдетілген логопедтің тексеру қағидаларына сүйеніп жасалады. Анамнез жинау. Тексеруді ұйымдастырғандағы логопедтің іс-әрекеті анамнез жинақтаудан басталады. Жалпы анамнез, сөйлеу тілі анамнезі, баланың ерте психомоторлық дамуы сияқты анамнез жинаудан басталады. Жалпы анамнезді жинақтауда қолданылатын сұрақтар мынадай болуы мүмкін: жүктіліктің сипаты, босану кезіндегі қиындықтар, туғандағы баланың салмағы, бойы, баланың тамақтануы секілді сұрақтар болуы мүмкін. Перзентханадан қашан шықты? Алғаш мәліметтерді талдау арқылы нәтиже шығаруға болады. Баланың ерте психомоторлы дамуының ерекшеліктері мынадай сұрақтар арқылы анықталады. Басын қашан ұстады? Өз бетімен қашан отырды? Қашан жүрді? Тістері қашан шықты? Баланың 1 жасқа дейінгі тәртібі, мазалы, мазасыз болуы, қалай ұйықтауы, тағы басқа. Осындай сұрақтардан тұрады. Сөйлеу тілінің анамнезі мынадай мәліметтерді көздейді. Бірінші, уілдеуі, былдырлауы, алғашқы сөздері, фразалар, олардың пайда болған уақыты, сипаты. Екінші, сөйлеу тілінің дамуы қалай пайда болды? Қалыпты емес, үзінділер мен біртіндеп, сөйлеу тілінің дамуының ауытқу себептері, уақыты, тағы басқа. Үшінші, сөйлеу тілінің бұзылысы қай жастан білінді? Төртінші, қазіргі уақытта сөйлеу тілінің қалпы. Бесінші, баланың сөйлеу ортасы. Алтыншы, бала логопедпен сабақ оқыды ма? Қашан оқыды? Логопед жұмысының ұзақтығы, нәтижесі. Анамнез жинаудың мақсаты сөйлеу тілінің ауытқып дамуының болуы мүмкін себептерін, оның пайда болуын, уақытын анықтау. Сөйлеу тілінің сенсомоторлық деңгейін тексеру барысында фонематикалық қабылдау жағдайын, артикуляциялық моторика, дыбыс айтуы, сөздің дыбыстық буындық құрамы тексеріледі. Фонематикалық қабылдау жағдайын тексергенде балаға фонематикалық жағынан ұқсас дыбыстардан құралған буын қатарын қайталап айту ұсынылады. Мысалы, ма, ба, па, бабе, папе, сасе, шаше сияқты буындарды қайталап айту ұсынылады. Артикуляциялық моториканың жағдайын тексеруге арналған тапсырмалар баланың логопедтің тексеру көрсетуі бойынша қимылдар қатарын орындауын көздейді. Мәселен, еріндер жымияды, тіл күрекше тәрізді болады, тіл ине тәрізді, сағат тәрізді қимыл іс-әрекет жасайды, еріндер қимылдарын кезектеп жасау іс-әрекеті ұсынылады. Дыбыс айтуды тексеру, дыбыстың жеке айтылуын тексеруден басталып, кейіннен дыбыстың буында, сөзде, сөз басында, сөз ортасында, соңында, буындық құрылымы оңай және күрделі сөздерде айтылуы. Сөйлеу тілінің барлық дыбыстары тексеріледі. Сөйлеу тілінің жүйелі патологиясының тұрақты және түзетуге қиын сипаты болып табылатын сөздің дыбыс буындық құрамының бұзылуы, екпінділігі, жеке буындардың құрылымы, тағы басқа тексеріледі. Мұндай бұзылыстарды айқындауға буындық құрамы біртіндеп күрделенетін сөздер, мәселен балалар,
балдырған, ғарышкер, милиционер тағы басқа айтуға бағытталған. Сөйлеу тілінің грамматикалық құрылымын тексеру арнайы іріктелген тапсырмалар көмегімен іске асады. Олардың ішінде сөйлемдерді қайталау. Психолингвистердің пікірі бойынша мұндай қайталауды орындау қабілеті жалпы сөйлеу мүмкіндігі деңгейінің көрсеткіші болып табылады. Балалар өз сөйлеу тілінде меңгерген грамматикалық күрделілігінің деңгейі бойынша сөйлемдерді қайталай алады. Тапсырманы дұрыс орындауға вербальды мазмұны, оның есту, сөйлеу арқылы есте сақтауының жағдайы әсер етеді. Сөз қорын және сөз жасам дағдыларын тексеру. Сөз формалары туралы білімдеріне арналған пробаларды қолдануды көздейді. Сөздің кішірейтіп, еркелетіп айтылатын формаларын жасаумен байланысты деңгейлерде қолданылады. Диагностикалық тапсырмалар ретінде зат есімнен сапалық, қатыстық, тәуелдік сын есім жасауға бағытталған тапсырмалар алынады. Зат есім сөйлеу тілінің ең маңызды бөлігінің бірі және оны қолдану, талдау, жинақтау, жалпылаудың жоғары деңгейде болуын талап етеді. Сөйлеу тілінде сын есімді пайдалану ойлау операцияларының қалыптасқан деңгейлерінің көрсеткіші болып табылады. Байланыстырып сөйлеу тілін тексеру үшін балаға тапсырмалар беріледі. Сюжетті суреттер сериясы бойынша әңгіме құрастырып айтып беру. Тапсырмалар кешенді сипатқа ие болып, сөйлеу тілінің барлық жағынан ақауларын анықтайды. Одан басқа айтып беру үшін баланың есту, сөйлеу, есте сақтауының даму деңгейі жетілген болып, және байланыстырып сөйлеу тілінің логикалылығы, себепті салдарлы байланыстарды құру бірлігі сияқты сипаттары баланың ойлау әрекетіне сүйенеді. Мектеп жасындағы балаларды тексергенде жазу және оқу дағдыларының жағдайын анықтау керек. Жазбаша сөйлеу тілінің бұзылыстарына бейімін айқындау үшін типологиялық түсініктерін Жан Пиаже тәжірибелері негізінде конструктивті праксисті зерттеуге арналған тапсырмалар алған жөн. Сауатты және мамандандырылған кәсіби уақытылы өткізілген логопедиялық тексеру сөйлеу тілі бұзылыстарының механизмі мен құрылымын айқындауға, сөйлеу тілі бұзылыстарының сөзсіз функциялардың моторика, фонематикалық түсініктерін, көру кеңістік түсініктерін тағы басқа қалыпмен байланысын белгілеуге мүмкіндік береді. Соңында сөйлеу тіл қорытындысын дұрыс шығарып, оның негізінде түзету жұмысын белгілеуге мүмкіндік туғызады. Тексеру нәтижелері әр тексерілген балаға толықтырылады. Сөйлеу тілі бұзылыстарының ерте диагностикасы баланың толыққанды дамуына жол ашатын алғашқы қадам. Логопедтер мен арнайы педагогтер бұл процесте шешуші рөл атқарады. Сөйлеу тілі баланың танымдық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуының маңызды бөлігі. Егер сөйлеу тілі бұзылыстары ерте жастан анықталмаса, бұл баланың жалпы дамуына теріс әсер етуі мүмкін. Ерте диагностиканың маңызы. Біріншіден, уақытында түзету шараларын бастау, ерте жаста ми пластикалығы жоғары болғандықтан, сөйлеу тілі бұзылыстарын түзетуге көбірек мүмкіндік болады. Екінші, кешенді қолдау көрсету, баланың сөйлеу психологиялық және когнитивті дамуын бір уақытта бақылауға мүмкіндік береді. Үшіншіден, оқуға дайындықты жақсарту, мектепке дейінгі кезеңде сөйлеу тілін түзету оқу процесіне оң әсерін тигізеді. Төртіншіден, әлеуметтік бейімделуді жеңілдету, қарым-қатынас жасаудағы қиындықтарды ерте шешу арқылы баланың өзін-өзі бағалауы артып, ортаға бейімделуі жақсарады. Міне, бүгінгі сабағымызда айтатын мәселелеріміз осыларды қамтиды. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.